Енді құрметті көрермен, бұл тақырып толығырақ біз ашып сұхбаттасамыз. Бүгін тұтынушылардың құқығы туралы сөйлесеміз. Жалпы демалысқа барғанда өздеріңізбен бірге тағамды кіргізбей қойған сәттер болған шығар. Сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпта экрандағы WhatsApp номеріне жолдасаңыздар болады. Бүгін бізде қонақта адвокат Ғалымжан Саржанов. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Көргенімізге өте қуаныштымыз, Ғалымжан мырза. Сіздің енді жұмысыңыз қауырт қой негізі. Бірақ біздің көрермендердің де сұрақтары маңызды. Сондықтан да басты сұрақ қазіргі демалыс орындарына барғанда немесе өзге де бір демалыс орындарында жүрген кезде өзімізбен бірге тамақ алып баруымызға бола ма? Енді шын айту керек, көп уақыттарда егер демалыс орындарына сумен, кішігірім сок болады, немесе аузында баланың жеп жатқан сэндвичі бар, гамбургері бар, солармен кірсе рұқсат. Оны ешкім сіздер шектей алмайды. Өйткені әрбір сіздің қолыңызға сатып алған дүниеңіз, сіздің жеке меншігіңіз, оны сізді ешкім мәжбүрлеп алып кете алмайды. Сол себепті кез келген демалыс орындарына кіруге рұқсат, заңмен тыйым салынбаған, заңда жоқ. Бұндай дүние, что заңмен тыйым салынады деген дүние жоқ. Сол себепті бұл жерде заң рұқсат береді. Бұл жағдайларда айта кету керек, кәсіпкерлер басқа жағында қарай кеткен дұрыс та. Мысалы үшін демалыс орындарына өзінің тамағымен барады. Егер сол демалыс орнының ішінде сол тамақ жаман болып шығып, сырттан сатып алған тамақ жаман болып шығып, сол жерде отравить етсе, оған кім жауап береді? Оған сол кәсіпкер демалыс орны жауап береді. Оны ертең қарап жатпайды, мына кімнің тамағы екендігін. Сен алып уланып қалды, бірдеңе уланып қалды, болды, сол сіз жауап бересіз. Ол жағы да бар. Сол себепті бұл жерде енді халыққа айта кеткен дұрыс. Егер су, сок, баланың кішігірім тамақтары сол дүниенің мекеменің ішінде сатылмайтын дүниелерді алып кіруге әбден құқылысыздар. Ол үшін әкімшілік жауапкершілікте көзделген кәсіпкерлер егер сондай кішігірім дүниелерді алып кірмеген. Адамдар демалыс орындарына барғанда осы жаңағындай тамақ жоқ па екен, басқа дүние жоқ па екен деп адамдардың сөмкелерін ақтарып қарап жатыр. Бұл қаншалықты заңды? Енді ол ала берді заңсыздық. Сөмкелерін қарап, мына ішінде тамақ бар ма, тамақ жоқ па деген ол заңсыздық. Ол үшін де әкімшілік жауапкершілікке тартуға әбден мүмкін. Бұндай жағдайға түскенде не істеуге болады? Бұндай жағдайларда видеоға түсіру керек пе? Видеоға түсіру, міндетті түрде бірінші видеоға түсіріп, бірінші ескерту керек. Бұл сіздің іс-әрекеттеріңіз заңсыз. Мен видеоға түсіріп, сіздерді қазір әкімшілік жауапкершілікке тартамын, құзырлы органдарға жүгініп. Сонда біз кез келген жерде солай айтылатын болып тұрмыз? Иә, айтылатын болып тұрсыздар. Сол үшін заң ондайға рұқсат береді. Суретке түсіріп, ол сіздер бұл біздің жеке меншігіміз, суретке түсіріңізбеңіз деген жағдайда жоқ. Менің құқығым бар, суретке түсіріп, сіздерді әкімшілік жауапкершілікке тартамын. Енді айтыңызшы, тағы да бір актуалды тақырып, бұл көбіміз кинотеатрға барған кезде, қолымызда кейбір мысалы чипсы, бір басқа дүкендерден алынған тағамдар болған кезде, онымен кіруге болмайды, тек біздің кинотеатрдың заттарын сатып алу керек деп жатады. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па заңнама? Ол да заңсыздық болып келеді. Өйткені сол торговый центрлердің ішінде сол жерден сатып алады да, немесе отырып жеген жерінен тұрып кинотеатрға барады. Бұл да заңсыздық, өйткені соның ішіндегі бұны мәжбүрлеу болып есептелінеді азаматқа өзінің тауарларын сатып алуға. Бұл да заңсыздық. Бұл үшін де әкімшілік жауапкершілік көзделген. Бірінші ескерту, сосын барып 200 айлық есептік көрсеткіштен 1500 айлық есептік көрсеткішке жауапкершілікке тартуға болады әкімшілік. Енді құрметті көрермен, біз қазір әңгімемізді әрі жалғастырамыз. Оған дейін айта кетейік, біздер құрметті көрермен, жалпы әрқайсымыз тұтынушымыз, өз құқығымызды білуіміз керек. Бұдан бөлек қаржылық сауаттылық деген дүниені жақсы ажырата білуіміз керек. Активті, пассивті, табыс деген де бар. Осы туралы қазір толығырақ келесі бейнематериалдан білеміз. Кейін сұхбатты қайтып жалғастырамыз. Құрметті көрермен, сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Еске сала кетейік, біз мына тұтынушылардың құқығы жайлы айтып жатырмыз. Бізде қонақта адвокат Ғалымжан Саржанов. Енді көрерменнен келген бір сұрақтан бастасақ, мұнда бір кісі жазыпты: мен даяшы болып жұмыс жасаймын, бізде жұмыста әрбір келген қонақтың 10% за обслуживание деп алады дейді. Енді қызмет үшін алады ғой. Бірақ бізге ол ақша түспейді. Біз айлықтан мен ғана өмір сүреміз. Бұл қаншалықты дұрыс, қалай істесе болады дейді. Бұл жақта заңгерлер екі тарапты қолданып, біреулер оны заңсыз дейді, біреулер оны заңды дейді. Бұл жағдайда әр кезде тұтынушының өзінің құқығы. Егер де өзіңіз ресторанға барғыңыз келсе, мысалы үшін даяшының әдемі қызметін төлеу керексіз. Ол тұтынушылар туралы заңының арнайы баптарында көзделген. Кейбір заңгерлер айтады, жоқ, ол заңсыз дейді, өйткені нормалар бар, арнайы санитарлы нормалар бар, сол жерде ол заңсыз болып, ол сол ресторанның тамағының ішіне кіру керек деп. Бұл жерде әр кезде кімдер, заңгерлер әртүрлі құқықты қолданады. Бірақ көбінесе заңгерлердің айтуы бойынша, заңды айтуы бойынша мен өзім қарап оқыдым, бұл жағдайда ескерту керек.
сіз ресторанға кірген кезде мысалы үшін тапчан айтады, тапчан 1000 теңге. Кабина, VIP кабина 5000 теңге болады. Айтады алдын ала. Мына кабинаға кірсеңіз, сол себепті егер де тұтынушыға ресторанның әкімшілік тарапынан ескерту болса, даяшының қызметшісі арнайы 10% төленеді, немесе ол көп жағдайларда менюнің ішінде жазылып тұрады. Астында әр парағында услуги официанта 10% деп. Сол себепті бұл жерде алдын ала ескертсе әкімшілігі ресторанның, кафенің, онда ол заңды болып келеді. Ескертілмесе төлемей кетуге бола ма? Ескертілмесе, оны төлемей кетуге, олар енді сол жерде дауыс шығарады, сол кезде видеоға түсіріп, құзырлы органдарға жүгініп, бәсекелестік қорғау департамент агенттігіне жүгініп, сол жақта әкімшілік жауапкершілікке олар тартуға. Егер де ескертпесе, ал егер де ескертсе, ол көбінесе адамдар қарамайды, оқымайды ғой, менюнің тамағын қараймыз, астында жазылып тұрады, даяшының қызметі. Егер жазылып тұрса, онда біз заңды, барлығын көрсетіп тұрды дейсіз. өз басым заңды деп есептеймін. Енді айтыңызшы, мысалы қазіргі кезде жаздың кезі өкінішке қарай көп адам астан уланып жатады. Бір немесе ауырып қалып жатады, мысалы сол жерден тамақтандым, содан кейін ауырып қалдым деп жатады. Соны барып заңды түрде, мысалы сол кісілермен дауласуға бола ма жалпы? Иә, болады. Ол бірінші себеп құзырлы органдарға жүгіну керек. Мен уланып қалдым. Олар арнайы мекемелерге жібереді, анализ алады. Қай мекемеден, қай жерден сұрау алады сіздерден, сосын барып қаныңыздың уланғанын, не себепті уланғаныңыз сол продуктілерінің несін алады да, үлгісін алып, сөйтіп барып оларды жауапкершілікке тартады. Ал мұндай жағдайда бұл емделуге ақша төлене ме? Қандай көмек болады? Егер де құзырлы орган оларды кінәлі деп танылса, сіздер сот арқылы немесе алдын ала сол мекемеге жүгініп, арыз шағыммен, міне сіздердің арқаңызда уланып қалдым, сіздер әкімшілік жауапкершілікке тартылдыңыздар, ескерту берді, немесе айлық есептік айыппұл салды, сосын барып, міне менің емім осынша болады, соны төлеуін сұраймын. Егер төлемейтін болса, ар жақ қарай сотқа жүгініп, сот арқылы өндіріп алуыңыз керек. Жақсы түсінікті. Мұнда көрерменнен бір сұрақ келіпті. Біздің мекемеге демалыс орнына жазылып тұр, алкогольді заттармен кіруге болмайды деп. Бірақ тұтынушы келуші қонақтарымыз алкоголь заттарымен кірді, біз оларға айыппұл салып едік, бұл төленбеді, әлі қарастырылмай жатыр дейді. Бұл жағдайда алып кірген ғой сонда? Алып кіргеннен кейін, егер де сол мекеме алкогольді заттарға ішуге тыйым салатын болса, алып кіруге сіздің құқығыңыз жоқ. Бізде жазылып тұр деп жазыпты да? Алкогольді заттар алып кіруге болмайды деп жазылып тұрған ғой? Кейбір мекемелердің ол, мысалы үшін, арнайы халял, қазір көп қой, халял мекемелер. Соның ішіне ол кіре берсе жазылып тұрады. Алып кіруге болмайды. Мынау енді қазір төлете алмай жатыр ғой, бұны төлетуге бола ма қазір? Естеу керек. Оны сол жерде олар, мысалы үшін, әкімшілігі, полиция қызметкерлерін шақырып, сол жерде хаттама толтыру керек. Енді сіз айтып жатсыз ғой, жаңа қысқаша айта кетейін, бір өзіңізбен бірге тағам алып кіруге болмайды деп, бірақ арнайы кірген бойда кіре берсе, осылай қағылып жазылып тұрса, бірақ ол бәрібір де заңсыз дүние ғой. Бұл жерде айыра білу керек. Егер де сіз сумен кіріп бара жатсаңыз, қолыңызда неше түрлі сумен кіріп бара жатсаңыз, кішігірім сумен, оны кіруге құқығыңыз бар. Ал егер де сіз арақ ішпейтін жерге арақпен кіріп бара жатсаңыз, ол уже кішкене сол мекеменің ар-намысына, немесе дизайнына әртүрлі нұсқан келтіретін болса, басқалар, енді қонақтар бұл жерде арақ ішпейді, біздер халял жерге келдік деп тамақ жеп отырса, сіз арақ ішіп отырсаңыз, ол уже сол мекеменің репутациясына нұсқан келтіретіндіктен олар сізді кіргізбеуге құқылы. Тамаша, сізге алғыс білдіреміз, уақыт бөліп келгеніңізге, керемет тақырыбы ашылды, сұрақтар болды, сұрақтардың барлығына жауап алдық. Алдағы уақытта тағы да сұрақтарыңыз болса, жолдай отырыңыздар дейміз, ал дәл қазір астрологтардың